Бәріне сәлем. Бүгін мен сіздердің назарларыңызға логикалық сұрақтар бейнесін ұсынамын. Алдымен жаттықтыру ретінде оңай сұрақтарды айтайын. Осы суретке мұқият қарап, қай дөңгелектің үлкен екендігін табыңыз. Уақыт кетті. Жауабы: сары дөңгелек қызыл дөңгелекке қарағанда үлкен, ал қызыл дөңгелек сары дөңгелекке қарағанда кіші. Ал енді мына суреттен тауып көріңіз. Жауабы: өздеріңіз көріп тұрғандай көк дөңгелек жасыл дөңгелекке қарағанда үлкенірек. Ал енді мына суреттен тауып көріңіз. Жауабы: қызыл дөңгелек көкке қарағанда үлкен. Егер де сіз осының алдындағы 3 тапсырманы да дұрыс тапқан болсаңыз, сіздің көзіңіз жақсы көреді дегенді білдіреді. Ал енді көзге тағы да жаттығу жасатайық. Осы үшбұрышқа мұқият қарап, егер де осы үшбұрышты үстінен қарағанда қандай болатындығын табыңыз. Оның жауаптары оң жақта тұр. Осы 6 жауаптың біреуі осы үшбұрыштың үстінен қарағандағы суреті болады. Жауабы: егер де үшбұрышқа үстінен қарайтын болсақ, онда ол тура үшінші жауап сияқты болады, яғни жауабы 3. Ал егер де дұрыс тапсаңыз, лайк басыңыз. Біз келесі сұраққа кеттік. Номері 3. Полиция басқармасына бір адам қоңырау шалып айтады: менің көршімнің үйінде мылтықтың даусы шықты, тезірек осы жаққа келіңіздерші дейді. Бұны естіген полиция бірден сол үйдің көршісіне барады. Үйдің ішіне кірген кезде өлі адам жатады. Ал өлі адамның қасында дәрігер тұрады. Дәрігер айтады: мен оның өмірін сақтап қала алмадым, ол өліп қалды дейді. Бірақ та полиция бұған сенбейді. Сен нағыз дәрігер емессің, сен адам өлтірушісің, жерде жатқан адамды сен өлтірдің дейді. Ал енді сіздерге сұрақ: неліктен полиция дәрігерді адам өлтіруші деп айыптады? Уақыт кетті. Жауабы: өздеріңіз білетіндей, егер де сіз үйіңізге дәрігерді шақыратын болсаңыз, ол өзінің жедел жәрдем көлігімен келеді. Ал мына дәрігер ешқандай жедел жәрдем көлігімен келмеген, яғни бұл нағыз дәрігер емес. Бұл полициялардан құтылу үшін өтірік дәрігерлердің киімін киіп алған. Номері 4. Ал енді сіздің географияны қаншалықты жақсы білетініңізді тексерейік. Бұл қай елдің туы екендігін табыңыз. Уақыт кетті. Жауабы: бұл Финляндия елінің туы. Ал енді бұл қай елдің туы екендігін табыңыз. Жауабы: бұл Франция елінің туы. Ал енді мынау қай елдің туы екендігін табыңыз. Жауабы: бұл Жаңа Зеландия елінің туы. Ал енді мынау қай елдің туы екендігін табыңыз. Жауабы: бұл ту Германия елінің туы. Ал енді мынау қай елдің туы екендігін тауып көріңізші.
Жауабы: бұл ту Индонезияның туы. Номері 5. Біздің заманымыздан талай жыл бұрын Нұрбол есімді адамды ешқандай да қылмыс істемесе де өлім жазасына кеседі. Оның жазасы оны отқа жандыру. Ол оттың өте мықтылығы соншалық, ол 5-6 сағатқа дейін жанады екен. Бір кезде хан келіп Нұрболға айтады: мен саған бір мүмкіндік беремін. Сен осы суы бар табақты аласың, ал сол суы бар табақтың ішінде кілт бар. Сен сол кілтті өзінің қолында су қылмай алуың керек. Бірақ та сен оны төңкере салуға болмайды. Сен сол кілтті ала алсаң, мен сені жіберемін дейді. Ал енді сіздерге сұрақ: Нұрболға суы бар табақтың ішіндегі кілтті өзінің қолын су қылмай, ол табақты төңкермей қалай алуға болады? Уақыт кетті. Жауабы: ең алдымен Нұрболға табақты алып, оны отқа қойып қою керек. Ол біраз уақыт өткен соң, оның суы қатты ысығандықтан тартылып қалады. Ал ол кезде ол кілтті өзінің қолын су қылмай ала алады. Жауабы осы. Номері 6. Мейрамханаға 3 адам келіп, өздеріне сусын тапсырып береді. Сусындары 5 минут өткен соң келеді. Бірақ та біраз уақыт өткен соң даяшы келіп оларға айтады: кешіріңіздер, мен байқамай сусынның ішіне у қосып жіберіппін. Мені кешіріңіздерші дейді. Қатты қорыққан үшеуі қатты қорқып кетеді. Ал енді сіздерге сұрақ: осы 3 адамның қайсысы сусынның ішіндегі уды ішіп қойды? Уақыт кетті. Жауабы: егер де біз 3 адамның стаканына қарайтын болсақ, онда ортада тұрған адамның стаканындағы сусын кішкене азайғанын байқаймыз. Ал шетінде тұрған 2 адамның стакандарының ішіндегі сусындары бірдей болып тұр. Демек, екеуі әлі сусындарын ішпеген. Демек, уды ортасында тұрған адам ішіп қойған. Жауабы осы. Ал енді осымен менің бүгінгі бейнем аяқталды. Егер де сіздерге осы бейне ұнаса, лүпіл басып, арнаға жазыламыз. Және де осы бейнені достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.